күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге дәл осындай оңай әрі әдемі растяжка жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Оны меңгеру үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Растяжка дегеніміз осылай біз флажок секілді етіп жасап алып, оның ішіне әріптерді жазу, мысалы білім күні деп қазір жиі қолданылып жүр, сынып кабинеттерін безендірілген кезде. Дәл осындай растяжканы біз қарапайым PowerPoint бағдарламасында жасайық. Ол үшін PowerPoint бағдарламасын ашып, пустой слайдты құрып аламыз, артық элементтердің бәрін алып тастаймыз. Содан кейін Pinterest деген осындай сайт бар, pinterest.com деп жазып тіркеліп аласыз. Осы жерге жазасыз, мысалы керекті фон деп жазсаңыз, түрлі фондар шығады. Осы жерге қажетті өзіңіздің фоныңызды таңдап алсаңыз болады. Осы бір фонды алып скачать етіп алам. Содан кейін ол фонды алып келіп, PowerPoint бағдарламасына әкеліп қоямын. Мұнда әкеліп қойдым. Осы жерге әкеліп қоямын да, енді керек емес жерлерін жоғарыдағы формат рисунканың астында обрезать деген бар. Сол жерден керек аймағын қиып алам. Енді өзімнің бағытыма қарай кішкене үлкейтіп алам. Созып алғаннан кейін осы жерде обрезать дегеннің ішінде обрезать по фигуре деген бар. Осы жерден мен блок схема деген соны таңдап алып, осылай бірден қиып тастаймыз. Біздің флажогымыз дайын болды. Енді осының ішіне бізге топпер деген керек. Топпер деген болады осындай, оның ішіне жазуға арналған. Қазір бұны біз жағадай pinterest.com-ға барып топпер деп жазсақ, түрлі топперлердің шаблондары шығады. Осы жерде өзіңізге қажетті бір топперді скачать етіп аласыз. Менде мұнда загрузки бөліміне топперді скачать етіп қойдым. Pinterest-тен пустой топпер деп жазып, соны әкеліп мен мұнда қоямын. Және оны кішкене кішірейтіп аламын. Содан кейін бұрып мұнда орналастырамын. Осыдан кейін бізге кішкене элементтер қажет болады. Мынадай түрлі қоңырау, ол қоңырауды да школьный звонок деп жазып алып, осылай интернеттен тауып аламын. Екінші бір түр керек, копировать етіп алып, мұнда келіп қоямын. Оны бұрып, мұнда келемін. Осыдан кейін мына жерге тағы бір оқушылардың, басқада жапырақтардың күзгі мезгіл болғандықтан элементтерін қосуымызға болады. Енді мұнда біз әріпті жазуымыз қажет. Ол үшін вставкаға барып, надпись дегенге барамыз да, мына жерге қойып, мысалы, білім күні болатын болса, Б деп жазамыз. Үлкен әріппен Б деп жаздым. Жазғаннан кейін енді оның өлшемін өзгертеміз. Содан кейін барып, ол шрифтінің енді түсін өзгертеміз. Түсін өзгерту үшін жоғарыдағы заливка текстегі дегенге барып, мына жерде пипетка деген бар. Соны басатын болсақ, бізге осындай түстерді таңдап береді. Соны әкеліп қоятын болсақ, осы біздің бамыз осы картинкамызда тұрған суреттерге сәйкес боялады. Енді осы жерден шрифттің түрін таңдаймыз. Мысалы, мынадай бір шрифттің түрін таңдадық. Яғни түсті таңдаған кезде әріптердің түсін осы біз қолданып отырған объектілеріміздің түстерінен пипетка арқылы алып алатын боламыз. Енді әріптің кішкене өлшемін өзгертеміз. Енді бізге барлығын белгілеп алу керек, тек әріптен басқасын группировать етіп алып, оны копировать етіп мұнда келіп қоямыз. Біздің растяжкаларымыз дайын, тек қана біз әріптерін өзгертіп отырамыз. Мына әріпті келіп мұнда қойып, біз оны деп жазамыз. Білім күні де. Ары қарай дәл осыны біз копировать етіп алып келеміз. Екеуін копировать етіп алып келіп қоямыз мұнда. Және әріптерді де копировать етіп алып келеміз. Сонда біздің білім деген сөзіміз пайда болды. Міне білім күні деген растяжкамыз біздің тақтаға ілінуге дайын деген сөз. Енді сіз әрбір ұстаз осы растяжка жасауды меңгеріп алып, тіптен тапсырыс қабылдасаңыз да болады. Немесе өзіңіздің кабинетіңізді әр сынып сағаты сайын, әр мереке сайын өзіңіз безендіруге толық мүмкіндік бар. Сонымен бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеле кетіңіз. Жаңа оқу жылы құтты болсын, кәделеріңізге жарасын.